Сәлем достар, біз сіздерге Шоқан Уәлиханов 1865 жылы емес, 1875 жылы қайтыс болған. Орыстарша шоқынған десем сенер ме едіңіздер? Сіздермен бірге бәрі бар арнасы, оны видео соңында білетін боламыз. Ендеше кеттік. Осыған дейін әдебиеттерде әжесі Айғанымның немересі Мұхаммед Ханафияның кітап көрсе шоқия отыра қалатын әдетін Шоқан деп атаған деп жүрсек, бір деректерде оны орыстарша шоқынғандықтан Шоқан атап кеткен деседі. Шоқан Уәлиханов Абылай ханның үлкен ұлы, Уәлидің баласы, Шыңғыстан туған. Хан ұрпағы болғандықтан әкесі Шыңғыс баласын сол уақыттағы ең мықты училищеде оқытады. Онда 12 жасында кеткеннен ес жиып ер жеткенінде бірақ оралады. Бірақ ол қайтып келген уақытында бұрынғы ауылдың баласы емес, Достоевский, Потанин, Чернаев секілді орыстың интеллигенттерінің ортасында өскен офицер, ғалымға айналып келеді. Онымен қоса Шоқан Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушыға айналған. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі болған. Оның қазақ халқына қалдырған мұрасы орасан зор. Еңбектері өз заманында да, біздің уақытта да ерекше бағаланады. Әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы Құсмұрын округінің аға сұлтаны болды. Омбыда Сібір казак әскери училищесін тәмамдап, орыс армиясында полковник шенін алып, қазақ даласын басқару аппаратында бірсыпыра жауапты қызмет атқарды. Сібір қырғыздары облыстық басқармасының кеңесшісі, Көкшетау округінің аға сұлтаны болып істеді. Ресейге сіңірген еңбегі үшін оған өмірлік мұра ретінде дворян атағы берілді. Ал анасы Зейнеп Уәлиханова белгілі Баянауыл биі Шорман Күшіковтың қызы, Баянауыл округінің аға сұлтаны Мұса Шормановтың апасы. Зейнеп 7 ұл, Шоқан, Жақып, Мақты, Махмет, Ахмет, Қозыке, Қоқыш және 2 қыз Ұрқия, Рақияны дүниеге әкеледі. 1847-1853 жылдары Шоқан Уәлиханов Омбыдағы кадет корпусында оқыды. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым өнер жолындағы талантын ұштауда бұл оқу орнының мәні ерекше. Онда әскери сабақтарға қоса жалпы және Ресей жағрафиясы мен тарихы, батыс орыс әдебиеттері, философия, физика, математика негіздері, шетел тілдері жүрген. Корпустың оқытушылар құрамында білімді және прогресшіл ой пікірлі адамдар көп болған. Кадет корпусына алғаш түскенде Шоқан орыс тілін білмепті, бірақ өзінің зеректігімен тілді тез үйреніп алған. Өзі қатарлас оқушылардан анағұрлым озық оқыған. Шоқан Уәлихановтың корпуста бірге оқыған досы және кейін үлкен этнограф ғалым болған Потанин өзінің орыс жолдастарын басып озып, Шоқан тез жетілді. Оған талайлар назар аударды. Ол сондай қабілетті еді және оқу орнына түспей тұрып-ақ сурет сала білетін дейді. Кадет корпусындағы жора жолдастары Шоқанда үлгі тұтады және Шоқан олардың Еуропа мәдениетіне бет бұруына себепші болған. Бізден жасы кіші болса да өзімізбен салыстырғанда ол үлкен сықылды еді. Біз оған қарағанда бала тәрізді едік. Өзінің бізден артық білетінін, не біздерден білім жағынан жоғарылығын білдіруге тырыспаса да, жолдастарының арасында болатын жай әңгімелердің өзінде ақ оның білімінің бізден артықтығы танылып қалатын. Жалпы жолдастарына, соның ішінде маған ол еріксіз Еуропаға ашқан терезе сықылды болды деп жазған еді Потанин. Шоқан Уәлиханов кадет корпусын 1853 жылы 18 жасында бітіреді. Содан кейін Омбыда әскери қызметке қалдырылады. Бір жылдан соң Батыс Сібір мен Қазақстанның солтүстік шығыс аудандарын басқаратын генерал-губернатор Гасфордтың адъютанты болып тағайындалады. Осы қызметті атқара жүріп, Орта Азия мен халықтарының тарихын, этнографиясы мен географиясын зерттеуде белсене араласады. Енді тақырыпқа көшсек, алдымен Шоқан мұсылман дінінен шығып, христиан дінін қабылдаған дейтін деректің рас өтірігіне көз жеткізіп алайық. Шоқан өз еңбектерінің ешқайсысында басқа дінге шақырып, не өзінің басқа дін қабылдағанын айтпаған. Керісінше, кей қазақтардың христиан дінін қабылдағанын сынаған деседі. Бірақ та оның қазақ жеріндегі ислам жайлы
қазақ даласында ислам діні қатты орнықпаған деген пікір бар. Бұл оның шала молдалар мен халықты алдап дінді ақша табу құралына айналдырған бақсылар жайлы айтқаны болуы керек. Себебі сол уақытта қазақ даласында ишан, молда шамандарға халық тылсым күші бар адамдай сенген. Яғни Шоқан шоқынбаған болып тұр. Одан кейін Шоқанның орыс отрядымен бірге қазақ даласын басып алуға қатысқан дейді. Бұл да жалған дерек. Себебі Шоқан ол отрядта екі себеппен болған. Біріншісі ол ғалым, яғни зерттеу мақсатында. Ал екіншісі оның бұрыннан бірге оқыған Чернаев дейтін досы Шоқанға қазақ ауылдарына мектеп саламыз, бала оқытамыз деген жалған сөзіне алданып келгені. Кейін беті матамен жабылған арбалардың астынан зеңбіректі көріп қойған Шоқан өзінің қарсылығын білдіреді. Досына өкпесін айтып кетіп бара жатқанда артынан оқ атып, ол оқ өкпесіне түсіп, кейін ажалы содан болған деседі. Енді осы жерде Шоқанның өлімі де күмән туғызады. Шоқан өкпе ауруынан қайтыс болған. Бірақ өкпе ауруынан өлуі де шындыққа жанаспайды. Себебі ол аурудан сол уақыттағы ең кедей, жағдайы жоқ адамдар кеткен. Ал Шоқан дәулетті отбасынан шыққан, таршылық көрмей өскен. Оның бұндай аурудан қайтыс болуы екі талай еді. Одан кейін Шоқан Тезек төренің ауылында қайтыс болып, оны дереу сол арада жерлеген. Яғни Алтын Емел дейтін жерде. Бұл ақпаратқа осыған дейін сеніп келсек, бүгінде бұл да нақты емес. Жазушы Дулат Исабеков Әнуар Әлімжановтан мынандай дерек естіген екен. Әнуар Әлімжанов Америкада Әл-Фараби жайлы 2 ай бойы лекция оқып келген. Сол уақытта архивтерден Әл-Фараби жайлы іздеп отырып, Шоқанға байланысты ақпарат табады. Онда Шоқанның 1875 жылы қайтыс болғанын жазылған екен. Ал біз білетін деректер оны 1865 жылы Тезек төренің ауылында өкпе ауруынан өлді дейді. Ал Әнуар атамыздың айтуынша, Шоқанды орыстар Жоңғарияға сапарға аттандырады. Оның қайтып келмейтінін біліп, Тезек төре ауылында асығыс жерлеп өлдіге санатқан. Одан кейін қаншама жыл мола айналасын күзеттіріп, маңына адам жуытпаған. Ғалымның біз өлді деп санаған жылдан ары қарай 10 жылдай уақыт өмір сүріп, тіпті қызы да болған деседі. Шоқан Уәлиханов тарихтағы өлімі де, өмірі де жұмбақ жандардың бірі. Өмірден өтер алдында ол әкесіне соңғы хатын жолдаған. Маған менің қымбат туыстарыммен және достарыммен енді кездесу бұйырмапты. Сау болыңыздар. Барлығыңызды құшақтадым. Жетісуға келіңіздер. Өздеріңізбен бірге менің байғұс Айсарамды алып қайтыңыздар. Оны ілтипат пен қамқорлыққа бөлеңіздер. Шоқанның ақырғы тілегін орындау үшін 1865 жылдың жазында Көкшетаудан Алтын Емелге керуен жіберілген. Міне достар, тарихтың біз білмейтін сыры қаншама. Болашақта ол да ашылып қалар. Ал видео ұнаса лайк басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Сонда түрлі қызықты видеоларды назарларыңызға ұсынамыз. Ал пікір бөліміне ой пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздер үшін бәрі бар арнасы. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. With